қазір реальность такова, что менде 67 миллион қарыз бар. Бірақ бұл ең главный проблема деп айтуға болады ма? Сәл бір миллион тауып қалса, мынандай ғой. Бизнес бастайын деп отырсаң, ата-анасы айтады, зачем банкрот болсын дейді. И бізге жетістікке жету жолы андай да. Біз бірінші плотно дноға түсу керекпіз. Бизнес дейсің, қолға хат ақша деген. Вообще біреуге көмектесу немесе біреуге бірдеңені үйрету деген нәрсе қиын емес па вообще? Біз былай ойлаймыз да, біз любой затқа тез жеткіміз келеді. Бізде қолдайтын адам жоқ қой. Тұрғанда мен күннен жұмыс істей беремін. Таяқ жейді, жоғалып қалады, так далее, өліп қалады, почти потом тіріліп шығады. Все, бастай берейік. Амандасып ештеңе істемей қойып, нормально сияқты маған. Потому что алдында бүйтіп көріп отыр ғой. Ол нәрсең бар ғой. Маған қазір бүгін вообще айтқым келетін тақырып, қазір енді құлан бизнесмен десек бола ма или коуч? Қазір андай да, кәсіпкер деген аттан неғылып, мен более автор деген неге көшіп жатырмын да. Ол автор деген нәрсе адамның ішкі және сыртқы өзгерістері арқылы, еркін бай болуға көмектесетін бір жоба жасап жатырмын да. Программа ше. Соның автор ретінде өзімді автор деп қазір таныстырып жатырмын. Бұны коуч десе болатын шығар. Понятно. Вообще біреуге көмектесу немесе біреуге бірдеңені үйрету деген нәрсе қиын емес па вообще? Маған қиын сияқты көрінеді сол нәрсе. Қиын емес па дейсіз? Жатқан ямыстан алып шығару, немесе вообще білмеймін, андай 180 градусқа өзгертіп жіберу. Енді ол нәрсе ұнамаса шынымен қиын. Бірақ мен өзім сенемін, әр адамның ішінде, мысалы, бәріміздің ішімізде бір андай не бар да? Жилка. Иә, бір бриллиант бар да, бір алмас бар да, алмас. Сол алмазды сен шығарған кезде, мен шынымен содан іліп аламын да. Сол нәрсе ұнайды маған. Психология тоже бар ғой. Әрине. Мышление жалпы сам бас. 170 мүмкін деп. Мышление деген маған мышление, мен мысалы бұрын мышление туралы айтатындар вообще біртүрлі қарайтын да. Богатый мышление, там бедный мышление бірдеңе деп. Бірақ қазір мен жаймен түсініп, потому что адамдарда реально проблема бар екен да ондай. Андай жертва болып кете береді, немесе аз беріп көбірек алғысы келеді, немесе всегда андай бір проблемалар іздейді, немесе проблема көрсе андай решение іздемейді да олар. Барлығы кипшабат етіп, и скорее всего оның бәрі сол мышлениенің темасы сияқты ойлайтын. Мен сөйтіп ойлаймын өзім. Қандай ғой? Енді бәріміз енді мына жерде қарап отқан аудиторияда бір табыс табамын деп отқан аудитория ғой. Бәрі сіздер де сонымен аяқ шеккен адамсыздар. Белгілі бір деңгейге дейін инструмент көмектеседі. Инструмент ол кәдімгі реклама, сенің жасап жатқан жаңағы продуктың, упаковкаң белгілі бір деңгейге дейін көмектеседі. Мысалы, бір адам қарасаң, екі адам бар, ойлап көрейікші, екі адам бар. Екеуі бірдей продукт жасайды, бірдей упаковка жасайды, бірдей реклама сөйлейді. Не үшін екеуінде екі түрлі результат болады? Жақсы ортасын дейсіз. Не үшін? Мен ойымша мышлениеге приведет. Адам қандай результат дайын. Иә, ал енді қараңыз, мышление деген не ол? Адам результатты қандай қылып көреді, не істеуге тоған керек, и ол осы результатқа жету үшін не істеуге дайын. Иә. Енді толықтырып айтатын болсақ, менің ойымша мышление деген сөз бұл адамның масштабы да. Мен мысалы ақша деген зат бәрімізде мышлениенің белгілі бір деңгейде қалыптасқан. Ақша деген зат бұл ауа сияқты ғой. Ауа сияқты. Мен қазір айтпаймын ба, ауа жоқ. Маған қазір ауа жұтып алайын мен. Сосын барып ауа бітіп қалады деп. Ақша да солай. Ақша да келіп жатыр. Бірақ менің қабылдау емкостьтің объемым белгілі бір деңгейде. Мысалы мен айына 500 мың теңге немесе 100 мың теңге табатын болсам, мен сол деңгейде ғана сидір аламын ақшаны. Әрекетті сол деймін. Иә, мен қанша не істесем де, мен қанша дұрыс әрекетті жасасам да, қанша реклама жіберсем де, менің сидір алатын белгілі бір көлемім болады. Бұдан артық істей алмаймын. Вот как раз таки мышление вот это. То есть мен мышлениемді кеңейткен сайын, оны дамытқан сайын, жаңағы менің қабылдайтын ыдысым да көбейеді. Сонда мен көбірек ақша таба аламын. Мысалы, адамдар кейде түсінбейді, енді как раз таки маған келетін көп примерлардың бірі. Қарапайым ғана мысалы бір адам бір өзінің бизнесінде миллион теңге тауып жүр.
бұл 2 миллион теңге табу үшін 2 миллион теңге табу үшін не істейді? көбірек таргет жібереді. Жоқ, екінші бизнес ашады. екінші бизнес ашады. Екеуін қосқанда қайта миллион тауып қалады ма? Екеуін қосқанда тур миллион табады болды. Басқа жоқ бұл. Өйткені былай болады да, бұл негізі екі бизнестен 2 миллион шығуы мүмкін. 2 миллион шығуы мүмкін. Но бірақ бұл адам қабылдай алатын миллион ғой өзіне чисто. Бұл адам командасын үлкейтіп жүреді. Миллион құрт жүреді ғой. Иә, немесе там бір масштабировать етемін деп басқа ақшаға сливать етіп жүреді. Өйткені өзіне басқа түсіндіріп береді, мен дамып жатырмын деп. Бірақ бұның қабылдай алатын ақшасы миллион ғана болды. Ертең мен басқа ұстай алмайсың бір деген сияқты. Негізі, тем более басқаны, негізі ұстауға болады ғой. Бір бизнеспен бір бизнес спасать етеді. Вот как раз таки сен осы мышлениені дамытқан кезде, мышлениеңді жаңа ыдысыңды кеңейткен кезде, сен өзіңе көбірек жаңағы ала аласың да осы әлемде. Нәрсе солай ойлаймын да, мысалы жаңа бір бизнес ашты, миллион теңге тауып жүрді, 2 миллион теңге тапты да, и оны өзіне алмай ол шынымен де реинвестиция жасауы мүмкін ғой. Или реинвестиция жасамай ол өзіне ала беру керек всегда шыққан ақшаның бәрін. Или финансовый подушка жинау керек может бизнестің деген сияқты. Енді әркімнің целіне байланысты ғой. Онда ол адам ақшаға баратырмын деп өтірік алдамай қойсын өзіне. Әрине басында егер жаңадан бизнес болатын болса, какой-то часть дивиденд алып, какой-то часть реинвестиция жасауға мүмкін шығар, бірақ бұл егерде шынымен көп уақыт бойы жалғасып келетса, сен бизнестің просто қолысың. Бизнестің қолысы сен. Иә, кейбір адамдар айтады, мен осындай жоба жасап жатырмын, мынандай істеп жатырмын, реинвестиция жасап жатырмын, осындай істеп жатырмын, мынандай істеп жатырмын. И қарасаң бесконечно сол нәрсе да. Мен сол адамдарға просто простой сұрақ қоямын. Сен өзіңнен чисто өзіңе қанша ақша жаратасың просто. Иә, тауып жатқан, айналдырып жатқан оборот көп болуы мүмкін. Ол айтады маған, мен өзіме мысалы осындай ақша жаратамын деп. Значит, оның қабылдай алатын ақшасы сол. Оның қабылдай алатын ақшасы сол болды. Уровень нормасы. Жоқ, уровень нормасы демей ақ қойшы. Оның уровень нормасының туралы әңгіме, ол бөлек әңгіме. Просто қабылдай алатын ақшасы бөлек та оның. Қабылдай алатын ақшасы сол. Сонда обязательно ма ол көп ақша жарату? Мысалы, может, ода там мақсат сондай шығар, типа үлкен компания істеп, сосын барып, может, типа долгосрокта ол көбірек тапқысы келетін шығар да, кейін, қазір емес. Өзіне ше, қазір компаниясын дамытып, там, может, сатқысы келіп жатыр ма, или там содан кейін барып уже стабильно алып отырғысы келе ма деген сияқты ше. Просто қазір адамдар басқаша ойлай алмай ма деп отырмын да, мен там бизнес бастап жүргендер, істеп жүргендер алып, болды, мен келесіден бастап реинвестиция жасамаймын, бәрін өзіме алуым керек, мен көбірек жарату керек деген секілді. Мен просто осы жалғасып жатса, сол бола ма деп айтып отырмын да. Постоянно жалғасып жатса, бұл қарайтын нәрсе да, кәдімгідей қарайтын нәрсе. Сонда осы ойды резюмировать етсек, бизнес бастамастан бұрын адам өзі мышлениясын бастау керек па? Жоқ. Сонда қалай неден бастау? Именно көп адамдар курс өтеді бәрі и результаттар жоқ деп жауап өтсе, әртүрлі курстармен команда консультация адамдар келеді да. Таким мен уже 9 ай, 8 ай, 1 миллионға жинап курс алып тастап. Результат мүлдем жоқ деп. Бірен сен 7-8 курс алып, сен әрекет жоқ шығар, проблема сенде шығар онда деймін, сен әрекет жасадың ба деген сияқты сұраймын. И ол бірақ менде жоқ дейді. Чем проблема деп сұрайды. Адамның өзіне байланысты, ол жерде рекламный компанияны жіберетін, сол үйрететін кісілердің кінәсін қай жерде бұл жерде көп кінә. Прям майндсет да мышлениясы. Мен кінәлі адамды іздемей қойын ол жерде. Кеңес дұрыс сұрақ болады. Мен былай айта салайыншы бұл нәрсені. Мен айта алмаймын, что оқушы кінәлі, немесе там беріп жатқан адам кінәлі деп. Бұл жерде былай қарайтын болсақ, екі жақтан да не бар? Қателік бар да. Қателік немесе бір жер оған бір, допущение бар бір. Мен былай айтатын едім да, егер де курсқа бара беретін адам, постоянно жасайтын адам, бұл кома развитияға түсіп қалған адам болуы мүмкін да. Кома развития. Мынандай нәрсе болады да. Мысалы, мен өзімнің целім бар, баратын целім бар. Соған бару үшін, либо бармау үшін деп айтайыншы. Бармау үшін мен оқи беремін да просто. Өзіме түсіндіріп беремін. Қазір оқып жатырмын. Ол істейдің да? Негізі қорқады, адам. Кетуге қорқа ма? Іс-әрекетті жасауға қорқады. Мысалы, мынандай ғой, мына жерде мен қазір на точкада жүрмін. На точка осы жерде мен баратын жерім. Мен вакуумды долго бетеп жүремін. Не үшін?
не үшін қорқады деген ғой. Адам өзіне қойсын бұл сұрақтар не үшін деп. Ол мен білмеймін ғой, әртүрлі ситуация болуы мүмкін да, әртүрлі ситуация болуы мүмкін. Ойлаңыздаршы. Адам курс оқып жатқан кезде бір андай бір белгілі бір андай сезімде болады да, бұл мидың бір алдамшы несі. Жазады, оқиды, қарайды, конспект жазады. Өзіне алдайды, сосын мен дамып жатырмын деп. Бұл особо даму емес. Қараңыз, мышление қай кезде өзгереді. Жаңа айтып жатырсыз ғой сіз, қалай өзгереді, қалай не қылады. Мышление өзгереді. Мен енді өзім соңғы кездері байқаған нәрсе. Қараңыз, мына жерде болып жатқан нәрселердің барлығы бұл біздің басымызда бар нәрсе да. Біз соны қазір ойнап жатырмыз. Сіздің қазірге табатын ақшаңызды сіз өзіңіз таңдап алғансыз. Мен өзім табатын ақшамды өзім таңдап алғанмын. Какой-то моментте болған, оны мен памяттен алдым. Сөйттім да, мен қазір оны ойлап жатырмын. Мен қазір бір DVD проигрыватель жетеді, сондай адаммын. Жануар бар. Жануарды дельфинді дрессировать еткен кезде оған көрсетеді, бүйтіп сен секірсең, саған балық беремін дейді. Біз жануар емес, біз адамбыз. Біз бірақ өз-өзімізді программировать ете аламыз. Біз яғни басымызға бір картинканы болады, бір картинка болады. Біз соған сенеміз, біз соны ойлаймыз. Енді қараңыз, проблема мына адамдар негізі курсқа қатысқан кезде бұлар сенбейді. Бұлар сенеді, бірақ сенсе басында картинка жоқ. Сол үшін бұл адамдарға егер де көмектесетін болатын болса, ең дұрыс жолы бұл ортаға келу. Мысалы, сізде мынандай бір не бар? Убеждение бар. Қарайықшы. Көп ақша табу үшін көп жұмыс істеу керек деген убеждение бар. Сізде убеждение бар. Бірақ мен сізге бүйтіп айтсам, көп ақша табу үшін көп жұмыс істеу керек десем, сіз я дейсіз да, бірақ басыңда по-любому анау картинка тұр сіздің. Сіз қай кезде ол өзгереді? Осы нәрсе. Мышление өзгеру деген қай кезде? То есть көзбен көріп, сен ана нәрсеге сенгендей болады. То есть сен келесің, бір ортаға келесің, бір адамды көресің, ол көп жұмыс істеп жатқан жоқ. Например, сен сияқты да, там типа түнімен жұмыс істеп жатқан жоқ. Ол қалды, 1 сағат жұмыс істеді, и там өзінің сізден 5-6 есе ақша табуы мүмкін. Сен қарайсың да, анаған қарайсың да, что-то мен бір нәрсе дұрыс жасап жатқан жоқ. Мынау қара, істейді солай. Значит, сендің сол уақытта, сен сол картинаның басына жаздың, и все. И мышление так и меняется. А былай отырып алып, әңгіме айтып алып, осылай екен деп, умный сөздер айту арқылы, негізі ақша табу оңай, негізі былай деп айта бергенмен, мына жерде картинка өзгермесе, ешқандай пайда жоқ. Сол үшін көру керек сол нәрсені. Короче, мен Тиньковта предприниматель ретінде қатты сыйлаймын. Пельмень, пивзавод, банк, әртүрлі бизнеске ете берген. Бәрі атқан. Бәрі атқан Бірінші оған сонда еще прям топ болып шығады. Еще ол там өзінің пивзаводын, по-моему, кімге сатты, Абрамовичке сатып жүрген есімде. Былай цитировать айтып береді, маған ұнап қалды. И Тиньковтың бір предприниматель бір суткада 17 сағат жұмыс істеу керек деген соң басыма кіріп кетіп қалған. Бұрын да соны оқығам да. И сөйтіп жүремін. И тұра алмаймын, күні-түн жұмыс істей беремін. Қыдырмайсың, и бір кездері вот выгорание не екен сол түсіндім ғой. Вот шынымен де мен не ол бір адамның капризі деп ойлайтын. Бір кездері полностью просто желанием полностью кетіп қалады. Бір істің жақсы көресің, и сол кездері бағанасы айтқандай окружениені көзбен көрем, опаньки, мынау адамдар там элементарно Амазоннан $5 миллион оборот жасап жатыр. Командасын 5 адам деп. Мен сол кездері мен уже картинка өзгереді басқа. Мен өзім қазір результатымды $5 миллион көбейттім. Значит, мен команданы 3 адам, 4 адам болып істеп жатырмын. Значит, арада 100 адам, 1000 адам болу керек па, сондай деген сияқты. Сондай болды. Типа, түсінбедім сол кездері. И представлять еткен кезде, ана Amazon, деп сол кездері бір инсайт алдым. Значит, көп жұмыс істеу үшін, көп ақша табу үшін сен не обязательно физически көп жұмыс істеу деген сияқты. Осыны. Орта деген шынында өте прям осы жерде. Бірақ Тиньковтар неге көп жұмыс істейді? Илон Масктар, там, Стив Джобс мысалы тоже сөйтіп қайтыс болып кетті. Дофига жұмыс істеп. Мен кітабымда есімде бар да оқыған. Мен мына нәрсені айтып беріп тұрмын сіздерге ше. Давайте сен ана нәрсені келісіп алайық. Мен айтқан нәрсем, или біздің айтып отқан нәрсе дұрыс, немесе дұрыс емес емес та. Бұл біздің призма, бұл біздің картинка, бұл біздің ойымыз. И мысалы Стив Джобс біреулер көп жұмыс істеп жатса, там Илон Масктар көп жұмыс істеп жатса, олардың әлемі.
олардың әлемі. Мен айтпаймын, мен аз жұмыс істеймін, немесе аз жұмыс істеп ақша табамын деп. Мен жаңағы айтқым келген нәрсе мынау. Сен орта емес. Например, там достаточно өзіңнің өміріңе келетін ақшаны табу үшін кейбір адамдар 3 жерде жұмыс істейді, қайта түнімен жұмыс істейді. Бұл жұмыс істеу андай да бір өзіңді аяу, мен қазір бәріне жетем деген сияқты бір позиция да. Илон Маск жұмыс істесе, ол өзінің миссиясы, өзінің несі, ол соответствующий ар жағында результат алып тұр ғой. Бұған мен келісемін. Бірақ шынымен сен 3 жерде жұмыс істеп жатсың, барлық нәрсені жасап жатсың, кәдімгі ат сияқты жұмыс істеп жатсың, притом сенде қазір өміріңде ешқандай өзгеріс болмай жатса, ол адам қарау керек қой, ол не болып жатыр мынау деп. Мен солай ойлаймын. Ол салыстыруға келмейді сияқты. Иә, ол там уже басқа ғой. Выживать ету үшін ұзақ өмір сүріп жатыр да, көп жұмыс істеп жатыр да. Мына жақта там не болмаса да өмір сүріп істеп жатыр. Ол үлкен нәрсе істеп жатыр да. Екеуің әлі биік тұрып жатыр шынымен де. Хорошо понятно. Мына нәрсе потом маған қызық, вот сіз енді қазір коуч болып жүрсіз ғой, адамдарға үйретіп ше. И білмеймін қай моменттен бастап екен, андай состояние деген тема хит болып тастады ғой. Вот состояние көтеру, там білмеймін қымбат квартираға көшіп кету или болмаса там мен таныстарым бар да, ақшасы болмаса да қымбат квартирада тұрған қарызға алып ше. Или там білмеймін Есентайда жүреді ше, бірақ қалтасында ақша жоқ та, или там ертесіне қарыз сұрап тұрады деген сияқты ше. Осы нәрсе шынымен дұрыс па? Потому что қазір сол кезде сондай болып жүрген таныстарым 1-2 жыл бұрын, қазір наоборот басқаша өзгеріп кеткен да. Олар уже андай более ақшасын дұрыс жұмсауға тырысады да, андай өйтіп ондай артық нәрселерге құртпауға ше. Бұл қайсысы тоже дұрыс емес деген нәрсе келмейтін шығар, бірақ білмеймін қалай негізі шын ба ол нәрсе вообще деген сияқты. Енді жаңағы нәрсеге келейік. Біз айттық қой, объем бар деп ше. Бұл объем қалай кеңейтемін? Уровень нормал бағана сол. Енді қараңыз, бұл адамдардың проблемасы ол нәрседе емес. Бұл нәрседе емес. Бұл адамдардың проблемалары өздерінің таңдап алған сценарийінде. Біздің басымызда барлығымыздың белгілі бір программалар бар. Сол программалармен өмір сүреміз. Бұл сен программистсің, IT-ді бітіргенсің, мен IT-шіміз, үшеуміз. Біз білеміз, есть программа операционная, там iOS, Android деген бар, сол жерде программалар бар. Адамның ішінде де белгілі бір программалар бар. Сол программалар ойнайды, қайталай береді. И ол программаның сценарийі бар. Бұл сценарийді мен белгілі бір деңгейде, мен өзім байқаған сценарийімді бір 3 сценарий бар. Адамдар всегда қайталайды. Ол сценарийға как раз таки келеді. Сен мысалы тағы объемды өсірем деп белгілі шынымен бір моментте шынымен андай қымбат квартирада алып, қымбат нәрседе алып, сен еще қиналып, өзіңді қинап барсаң, бірақ ішіңде бағана программалар тұратын болса, сен по-любому откат кетеді сенде. По-любому откат кетеді. Мен бірақ уровень норманы көтеруге замын. Мен оған 100% замын. Ол андай нәрсе емес. Мысалы, андай адам бүйтіп мүмкін. Мен қазір ақша жинауға кейін жасаймын. Мен ақша жасауға кейін жасаймын. Олай емес. Қазір жақсы квартирада тұрмын, қазір жақсы киім ки. Жоқ, не откладывай. Мен оған замын. Бірақ бағанағы жігіттер не үшін ақшасы жоқ, не үшін жаңағы өздері қарыз сұрап жүреді, не үшін не қылады. Во-первых, бірінші, это нормально. Мысалы, барлығымыз бірінші келесі уровеньға өткен кезде, мысалы, уровень нормасы келесі. Студентсің да? Студент болып қалдыңыз. Сол кезде мен айының ең бірінші есімде, мен 15 мың теңгені жеткізетіміз. 15 мың теңге жеткізетім. Содан кейін проездной болатын. Проездной болатын болды. Сосын мен сол 15 мың теңге неған кезде мен үйден тағы да 20 мың теңге алып, мен квартираға беретім. Сосын біз бір квартираға көштік. Ол квартираға студент кезімізде ғой енді. Ол квартираға біз кішкене көбірек ақша төлейтін болдық. Каждый адам бір где-то 20-25 мыңнан ба асып шығарды. Екі есе өсті. Қара, мен бұл жерде, мен студентпін, мен еще ақша табамын нормально, бірақ бұл да маған кішкене бірінші айда, екінші айда қиын болды. Бірақ сол уақытта, осы қиын болған уақытта адам егер де шынымен кететін болса, атқа, жоқ, мен не істедім, бұл маған керек емес деп. Сен баяғы орынға қайтып келе саласың болды. Бірақ шынымен жаңағы неге шыдап, ары қарай не алатын болсаң, сен неңді кеңейтеді уже. Кеңейтеді. Ол кеңейтеді ол нәрсені. Сол үшін жаңағы неде сценарийда мынандай болатын болса, сен басындағы сценарий бар. Бірінші сценарий, барлығында кездесетін бірінші сценарий. Ол
давай сценарийді просто айта салайықшы, как бы не победитель деп ше, не победитель. Бұл адам өзі білмей осы сценарий таңдап алған. Бұл сценарий мынандай: не жасаса да, не істесе де ең соңғы құлайды болды. Просто өзі сөйтіп таңдап алған. Мынандай жағдайлар көп кездестірген мен. Бұл қорқыныштан туады. Мысалы бизнесі жүріп келе жатады. Бір уақытта басып өзі бытша шығарып қояйын. Бар ғой? Өзі бытша шығарады. Өзі түсінбейді бірақ. Сен сыртынан қарап отырасың да, таңғаласың, вроде нормально жүріп жатыр ғой бизнес. Не сен? Вроде нормально жүріп жатыр ғой. Либо оны отношениеге алып келейді. Нормально дамып жатыр. Жоқ, мысалы қыз бен жігіттің арасында отношения. Екеуінде все классно прям. Как бы здоровый отношения. Бірақ жоқ, бұлар екеуі жүрмейді, не қылмайды, короче, жалғастырмайды отношениясы. Не үшін? Потому что екеуінен страдать ету керек. Дұрыс отношения болмайды да, оның басында ше. Ол басындағы отношениям құрылуы, ол жерде қиналу арқылы солай да. Бұл как бы не победитель таңдап алғандар. Екінші сценарий, как раз осы жерден екінші сценарий шығады, адамдардың бәрі таңдап алған. Бұл поверженный деп аталады. Поверженный деген сөз. Бұл енді біз киноны көп көріп қойғанбыз ғой кезінде. Боевиктер, білмеймін, бір драмалар, бір нәрселер. Бізге жетістікке жету жолы андай да. Біз бірінші дноға түсу керекпіз. Қылышадан шығу керек. Шығу керекпіз да, как герой сияқты ше. Арқы жарылып, бомба жарылып қойды. Бір нәрсе жарылып, вот все, мен енді, мен ояндым енді. Мен сериал бар, жұмылық деген бар. Соны көріп, ол таяқ жейді, жоғалып қалады, так далее, өліп қалады, почти потом тіріліп шығады. Сен расында бұл глубина программа тұр. Сен шелесінде бетесің, қызық қой. Сол дәлеге әтмеген бұйып. Санки әлі ажыстаған қызды. Моменттер бар да, мына жерде қадалды, мына жерде адамға айтып берген қызық та. Сен сол үшін неосознанно қиналатын и андай бүйтіп бір трюктар жасап, мысалы, ана жерге бару керек та, маған келгенше. Ана жерге бару керек. Мен спокойно жүріп барасызым болады да. Бірақ мен сальто ойнап, өзім бүйтіп барып, адамға түсіліп берді, анаға жету үшін мен жолда ақып қалдым. Не болып қалдым деп бітір ғой. Бұл адамның есінде, подсознанияда адамдар осы бар. Бұл адамдардың ішінде состояние жертва дейді ғой. Бейшара. Сол сақталған. И болды. Бұл кез келген жерге барса, осыны оята береді. Енді үшінші сценарий бар. Как раз таки, қара, бағанағы жігіттер қарыз болып қалды, анау болып қалды. Бұл осы сценарийде болуы мүмкін. Ол разница жоқ, ол сен білмеймін, Ритц Карлтонда қой, там годовой снимать етіп жатыр. Бірақ сен осы сценарийде болсаң, ол жерінде бытша жарасың да. Потому что болмайды, не должно быть все хорошо. Болмайды, вообще болмайды. Үшінші не бар сценарий бар, это как раз таки победитель деген нәрсе, бұл адамға тоже қиын болады, бұл адамға тоже кей кезде жолы болмай жатады. Бірақ бұл адам тұрады, просто барады да жасайды. Бұл мен өзіме андай ереже алып алдым ше, білмеймін енді сіздерге келмейді. Мен компьютерімде сондай нәрсе тұрады. Өткен 1%, өткен шақ 1%. 1%-ның өзі маған неге керек? Жоқ, сабақты түсінуге. Сабақты түсінуге. Сен өткенді қаза берген сайын, вообще бесімсің. Ол өткетті жоқ, ол жоқ. Қазіргі сәт, мен сіздермен отырмын. Қазіргі сәт керемет, сіздермен әңгіме жасадым. Бұл 90%. 90% мен внимание мощь, мен как 90% жеткізе алған жоқпын. То есть ол здесь и сейчас быть, это вообще искусство деп ойлаймын да. Вот осознанность сол. Сен реально фактке қарайсың, сонымен решение қабылдайсың. 9% будущее, это как раз таки про планирование. То есть мен планировать етемін да, то осындай нәрсені мен өмірдегі будущее образ яғына көремін. Енді мынау здесь и сейчас-та менде қиыншылықтар болады, нелер болады. Егер де сен победитель деген нәрсені алатын болсаң, сен оны шешесің. Енді қара, мынау адамдардың басында мынау победитель вообще жоқ. Либо не победитель, либо поверженный. Осы екеуінің арасында итіреп жүреді. Қалай победитель болып тұру керек постоянно? Бола алмайсың оны пока бола алмайсың. Потому что анайда, ойлашы, сен кухняға келдің, мына жерге келдік, дастарханға келдік. Сен зрениең контекстің осы жерде, сен зрениең мына жерде борщ тұр, ашып кеткен еще. Сен соны жеп жүрсің да өмірде. Және де салат тұр.
бірақ кішкене ары барсаң еще тағы 5 бармақ тұр да. 5 бармақ тұр. Ашмаған. Ой, 5 бармақ может кәдімгі канинамен тұр да кәдімгі. Бірақ мен өмірімде ашып кеткен борщпен салатты жей беремін болды. алма кезек қой. Алма кезек осының арасы жоқ. Еще мен ашып кеткен борщты ішемін да. Мен отравление аламын. Енді айтамын, енді мен борщ ішпеймін деймін. Бірақ ертең барып тағы ішемін. Тағы ішемін. Салат жеймін. Салат жеген кезде вот классно деген чувство келеді маған. Вот осылай болды. Нормально болды. Мен енді салат жеген кезде нормально болатын шығар. Мен тойдым, қарным тойды деймін. Бірақ салат просто виді сондай. Менің мышлением ар жақтағы 5 бармақты көрмейді. И как раз таки менің мышлением мына победитель көрмейді. Ол мынандай да, мысалы, ойлашы, сендер екеуіңіз қазір неге барамыз? Адам всегда осылай тыңдайды да. Мороженое жейтін неге барамыз? Киосктарға. Шеремізді мороженое берші деген кезде бізге айтады да. Қандай мороженое жейсің? Клубничный либо шоколадный дейді да. Сен на автомате клубничный либо шоколадный таңдауың мүмкінсің да. На автомате біреуін таңдайсың. Бірақ саған негізі фисташка ұнайды. Саған фисташка ұнайды. Адамның өміріндегі всегда мынау контекст дедің ғой, жаңағы осылай. Мына нәрсе. Жаңағы побежденный мен не победитель екеуінде бетіп жүреміз да. Ең қызығы достар, бұларды екі полюс деп бөлсек болады, біреу минус, біреу плюс. Біреу минус, біреу плюс. Адамдардың өмірін қарасаң, бір сценарий всегда қайталана береді. Бір жобаны айтады маған, құламырда жобаны жаңадан бастады, қана бәрі күшті, бәрі не қылды. Бұл плюс решениесіне қабылдаған нәрсесі. Сосын деп қайтадан минусқа барады. Сосын бағана плюстағы қабылдаған решениесі минусқа келмей қалады да өзіне. Сөйтіп қайтадан болады. Ең қызығы мына жердегі мынау качеля дейікші, осы качеляда. Эмоциональный толғау десе болады. Иә. Кәдімгі качеля ғой адамда. Бізде адамдардың барлығы андай қазірге қарасаң андай решениесі бар да өздерінде. Ой, решение емес, решение қабылдау қиын да. Кеше бір жігіт шықты. Ақиқат дүниеге. Қара, мынау качеля солай. Ақиқатпен жүрейін ба? Ой, ақиқатпен жүрейін ба? Дүниемен жүрейін ба? Вот қара, вопрос осындай. Енді бүйтеді маған тағы да. Дін немесе психология. Қабыл деп айтады ішінде. Тоже. Либо мынандай, сендерде қазір енді маркетплейспен айналысасыңдар. Там, білмеймін, өзінің ішінде мынандай болуы мүмкін. Мына как бы Каспий, Wildberries. Мынаны сатайын ба, мынаны сатайын ба? Иә, бүйтіп. Мынаны сатайын ба. Либо жігіттер мына жерде отыр. Үйленейін ба, үйленбеймін деп. Міне. Қасыңызда Сенде всегда осындай да барлығы. Сендерге не сұрадым? Мысалы, бір уақытта все, үйленемін. Ну, как бы, плюсте қабылдадым. Через какое-то время, да, что-то бывает. Конечно. Окей, жақсы. Ал неден онда? Қараңдар, решениесі. Бұл жерде решение жоқ. Сенің мына жерде қабылдаған, мынау, ойлашы, качеледа қабылдаған кез келген решение, потому что ол пространствода, ол контекстте дұрыс ответ жоқ. Жаңа шеке. Шығып қараңдар болсын. Иә. Сол, либо бұны, мына нәрсені, качелені, давай былай айтайық. Белка в колесе бар ғой? Белка в колесе. Өкінішке орай біз қазір барлығымыз сода не қыламыз? Жүргізіміз. Белка в колесе бұл не свободный адам. Свобода жоқ бұнда, свобода жоқ. Бұл ойлайды, мен қимылдап жатырмын алға деп. Иә, белка мысалы колесада жүріп бара жатқан кезде алға жүріп бара жатқан сияқты. Бірақ сыртынан қарасаң айтасың да, сен бұрында тұрсың. Бірақ белка түсінбейді оны. Неғып жатқан, бұрында тұрған түсінбейді. Тез жүгіреді қой, жай жүгіреді бәрі бұрын. Бәрі разница жоқ. То есть бағанағы нәрсе, сен бір уақытта күшті болып қалды, бірақ все, шаршадың. Қайтадан сол состояние түсін. Енді бағанағы качеледа дұрыс решение болмаса, енді белка в колесе понятно болды, белка в колесе. Белка в колеседе не істе, не қыл, қалай істе, дұрыс решение жоқ бұл жақта. Единственное менің жасай алатын нәрсем, ол жерде белкада колесодан түсу, Полностью шыққеті. бұл түсу да бұл нәрсе. Жаңағы качеледа Өміріңе саттан қарауға былай айтқанда. Иә, бұл осознанность.
и как раз таки бұл мышление, бұл осознанность. Енді бұны осыған ұмтылу керекпіз да біз нәрсенің барлығы. А қашан біз мынадан шыға аламыз, мына качелядан, нәрседен қашан шыға аламыз? 90% надо настоящего стремиться этому. А настоящего стремиться ету деген сөз, значит, мен мынаның механизмін білем. То есть мен қай кезде качать етіп отқанын білем, мен минус кезінде, то есть, значит, мынау программаларды, маған диктовать етіп отқан программалар ғой, мен біліп тұрамын оларды. И как раз таки бұл нәрсе, сенде уже со стороны наблюдать, сен оған әсер ете аласың, сен уже оның айтқанын тыңдамай, ішіндегі программаның айтқан задачаларын орындамайсың, сен айтасың, мен өзімнің автормын, мен өзім таңдаймын, и мен өзім қабылдаймын. И как раз таки бұл свобода, бұл еркіндік. Еркіндік деген нәрсе адамдар бүйтіп түсінеді, бүйтеді маған, что хочу, то и делаю дейді. Окей, жасай бер, надо жүрсек, надо жасай бер. Что хочешь, то и делаешь тоже. Но что хочу, то и делаю деген нәрсе, ол сенікі емес. Мысалы, минуста болған кезде, сенің армандарың, сенің мақсаттарың, они могут быть коррумпированы страхами, комплексами. Сен ойлайсың да, бұл менің арманым, менің жасап жүрген нәрсем. Ол тұратып, қасындағы адамдардың саған жапсырғаны яғни дей ма, қалай сол? Қарай, сөз көрдің ғой сол. Менің арманым, менің нәрсем деп. Сосын сынайға ауысып кетесің, ол сенің арманың емес шығады. Сынайға ауысып кетесің солай. И достар, бұларды давай осы нәрселердің бәрін контекст деп алайықшы. Контекст. То есть мен контексттен управлять ету үшін, мен оны шығу үшін, өмірімді өзгерту үшін, то есть мен мынаны түсіну керекпін. Мынау бәрімізде бар. Мен осыны дұрыс түсінісе алсам, сосын мен баланс ұстаймын, и дұрыс екеуін соединять етем, и все. Осы кезде менде ақша да болады, гармония да болады, и мен решительный боламын, свободный боламын. Свободный, в смысле, осознанно сен свободный боласың уже. Құлан мырза, идея тема екен, шынымен со стороны қарағанға. Осы прям негізі осознанность болған, бір не бар ма, ключевой бір практиктер ма, бір инструменттер. Күнделікті жазу керек пе, бүгін мен ана заттар істедім, ана заттар тұтқаным деген сияқты. Өте дұрыс сұрақ қойып жатыр. Қандай заттар істеу керек, что осознанно болу үшін, 90%-ке жету үшін. Окей. Получается, ең бірінші, мен давно мойындағам ол нәрсе, әлі де мойындап кетемін, жұмыс істеп. Это признать себя неадекватным. Потому что адекватный адам өйтіп істемейді. Короче, мысалы, сен кей кезде бір әрекет жасайсың да, сыртынан артынан қарайсың да, майдайсың ғой. Түсінбей қаласың да, қалай жасаған. Значит, мен неадекватный. Мен мойындау керекпін ғой. Бірінші, адекватный екенін мойындаудан басталады. Бізде адамдар ойлайды, мен нормальный. Мен нормальный. Мен нормальный, зачем маған психологқа бару? Мен нормальный. Зачем маған менторға барып, сенен обучение алып, зачем? Мен өзіме үйрене аламын дейді, сен каспий. Адам сондай ғой бізде. Анау кім бар, көшім бар, мен сол анау біреудің несі аясып, солға үйрете салады. Немесе сен айтқан нәрсеңді бір оқушы келсе, саған келіп, оның досы айтуы мүмкін, соған барғанша мен саған үйретіп беретін ғой деп. Бар ғой бізде сондай нәрсе? Көп бар. Иә. То есть адамдар жан-жақтың бәрі ақылды. Біз отқан үшеуміз тупоймыз. Сөйтіп келсе салайық, біз үшеуміз тупоймыз. Как бы неадекватныймыз. Мен мойындаймын. Я тупой, я неадекватный. Серьезно, мен білмеймін ештеңкені. Мен білмейтінін білмеймін. Енді қараңыз, неадекватный екенін мойындайсың. Сосын қабылдайсың. Сосын жауапкершілік аласың. Жауапкершілік алған кезде шешім келеді. Алгоритм осы. Жауапкершілік аласың. Жауапкершілік өміріңе ма? Қара. Мен заттарға қатысты. Мен мысалы қарызбын. Қарызды не үшін қайтара алмайтын? Потому что в глубине души понимаю, что ол қарызым менікі емес, мойындамаймын. Мысалы, партнерлар арасында қарыз болып қалды. Сен несправедливо түсініп тұрсың да, ол қарыз қайтармай қойсаң да ол менікі емес қой деп. Бірінші мойындап тұрған жоқсың. Соответственно, қабылдап та тұрған жоқсың. И жауапкершілік алып тұрған жоқсың. И сен қарызын қайтара алмайсың. А енді қара, қарызыңды қайтару үшін, например, қарыз болып қалсаң, сен мойындайсың. Факт, что сен қарызсың болды. Ол қалай болды, сен лақтырып кеттің ма, мошенниктер алдап кеттің ма, сенмен болды ол нәрсе, сен мойында. Факт қарызсың. Қабылдау керек оны. Вот.
қазір реальность такова, что менде 67 миллион қарыз бар. Прикинь? Иә, сен красавчик шығарсың, 2 дипломың бар шығар. Но қазіргі факт, менде 67 миллион қарыз бар, например. Сосын оған жауапкершілік аласың. Бұл сенің қарызың емес, бұл менікі, прикинь? Мемлекеттік емес. Жауап бермейді. Бұл менікі, менің жауапкершілік алам. И толық жауапкершілік алған кезде бұл сенің ниетіңді білдіреді. Қайтарамын деген. Шешім келеді. Менің решениесі келеді ғой. Иә, шешім келеді. А бізде қара, үшеуін өтпейді адам. Мойындауды, қабылдауды, жауапкершілік алуды өтпейді. Сразу шешім қабылдайды. Жастағы сөйледі да. Бізде еще адамдардың басында андай нәрсе бар. Өтпейді, қарасың. Мойындауды, қабылдауды. Момент күтіп жүр да. Андай момент келетін сияқты да. Жастағы сөйледі бір жерден бір таблетка келеді. Ішесің. Бүкіл проблемалар жоқ ол кезде ары қарай жили они счастливы. Ертең келеді. Бүкіл проблемалар жоқ ол кезде. Олай болмайды. Болмайды ғой. Жаңағы побежден деген қатысы менде ой келді, бір танысым бар точно ше. Побежден көрсеп пример түсінеді ой. Өмірде ол адам не істесе де осыны таңдайды болды. А сол үшін жаңа контексттен шыққан кезде сен уже победитель таңдайсың. Победитель, енді мен өзімді победителімін деп айта алмаймын. Мен оны таңдадым деп. Мен мойындаймын. Мен де осы жерде катаюсь, до сих пор катаюсь. Побежденный как раз таки бұл пайғамбарымыз саллаллаху вассалам сол болған. Ол ешкімге айтпаған, прикинь. Ешкімге победитель болған, ешкімге несін айтпаған. Андай мұңын, немесе проблемасын, немесе там жертва состояниесіне түсіп, мен осылай неғып жатыр деп айтпағанда, ол миссиясы болған, все. Тек қана Аллаға айтқан, болды. Побежденный. Қиыншылық көрмеді ма? Көрді. Бірақ ол шешті. Бізде адамдар андай да, сәл бір нәрсе ол қызы, ана болмай жатыр, андай, бұндай, бір нәрсе деп, бұндай. Біз андай, қызықтан не айтып берейінші. Мен қиналдым, бұлай болды, деп. Том Крузлық па, историяң ба? Бізде кім, өздерің қазір сторителлинг деген инстаграмда инструмент білесіңдер ғой? Адам бастайды. Бұл үшін өзімізде бармыз. Ойбай, мен деген андай болған. Андай заттар істедім. Өзімді как будто герой қылып шығару үшін сол оқиғаны жазу үшін сондай оқиға болған сияқты да. Әдей солай істеген сияқты болып па? Әдей солай істеген сияқтылар да. Менің бір танысы бар, Торжсан мысалы побежденный екен да, ол мысалы всегда өзіне проблема тауып алады, короче, андай да. Тут нормально там проекттер жасап жүреді, нормально тауып жүреді. И тұрады да өзімен-өз проблема тауып ала береді. Либо қызымен ұрысып қалады, либо проектлер қарап тастайды. Айтамын, бүйтіп істесе десең, білмеймін, маған проблема болса қызық дейді өмір ше. Проблема болмаса қызық емес, маған біртүрлі дейді да. Вот сондай адамдар өзі болады екен да, менің ойымша. И скорее всего, ол адамдарда не жоқ сияқты, миссия сияқты бұл жерде мәселе, потому что мен ана нені оқыдым да, не бар еді, үшбұрыш бар еді ғой, андай базовый потребностьтер. Пирамида Маслоу. Пирамида Маслоуды айтады көбісі, типа мынау потребностьтер жабылу керек, болу керек деп. А кейбір теория бар екен да. Сосын не дейді? Икону дейді, не дейді? Масламнан игра. Ол білмейші, сол Маслоу пирамидасын мысалы көбісі айтады, осындай болу керек деп. А кейбір теория бар, осыны қарсы шығарады, дұрыс емес дейді да. Потому что мысалы бір ғана мысалы алаш зиялыларын алсақ, вот Ахмет Байтұрсын мысалы сериалында, киносында көрсеңіздер, ұлт ұстазында. Вот реально қиналып жатыр да, нан жоқ жейтін, жазған кітаптарын ұрлап кетеді, өлтіріп тастайын деп жатыр, жақындарына қауіптеніп тұр. Бірақ ол по-любому жаңағы миссиясы бар, чтобы қазақ тілінде кітап шығару керек, қазақтарға бірдеңе керек. И соны істеп жатыр да. Бірақ ода ақша жоқ, ода состояние жоқ, ода нормальный квартира жоқ, жатта жейтін тамағы жоқ да. Бірақ миссиясы бар, істеп жатыр да. Менің ойымша адамдарда осы нәрсе жоқ сияқты, осы болған кезде аналарды и так өздері жөндеп алатын сияқты да, потому что ол кездегідей қиын заман емес қой қазір. Миссияң болса да қиналып жететіндей сценарийдан алуға болады. Ол адам ойламайды, там мен миссиям жоқ, менің целім жоқ деп ойламайды. Ол кәдімгі целімен бара жатады, бірақ соңында болады. Достар, мен айтып отырған әңгімем ше? Это серьезно глубинный разговор. Ол мына жерде глубинный нәрсе да, егер де қазір тыңдап жатқан адамдар сіздерге түсініксіз болып жатса, это тоже нормально. Ол менің түсінген затым ғой, ол менің задачам сізге оны түсіндіру емес, сіздің задачаңыз оны до конца түсіну емес та. Иә, бірден түсіну де емес, это нормально. Сіз бұл затты өзіңіздің уже бірнеше жылдық опытыңызбен алып түсініп, соған мысалы, Құлан мырза, осы затты бізде көрермендердің ішінде бизнестен бастап жатқандар да бар, бастайын деп жатқандар бар. Соларға мысалы ең көп келесі сұрақтар да мен айтайын.
ниша қалай таңдаймын деген сұрақ қой, келісесіз бе? Өте көп. Осыны қолдануға бола ма, сол ниша таңдауға, қай әрекетке? Олар нишаны таңдамасын біріншіден. Өзін таңдасын. Мысалы, там жұмыс істеп жатыр, так далее, там ипотека бар, семья, бала-шаға. Бірақ бизнес, анау алатын, даже 800 мың, миллион теңге алатын, бірақ оның өзі жетпейді да, мысалы ше. Зарплата өседі, бірақ расходдардың бәрі кетіп қалады. Иә, сондай. И ол адамдар түсініп тұр, что оған миллион емес, одан көп керек, ол үшін бизнес істеу керек. Или шетелге кетіп қаласыз, Америкаға нелегал болып, немесе пока легальный программалар табасыз, или жинақтан алып бизнес істеп өсуің керексің. Оларда осы шешімі решительно істеспей жүреді да. Или бір жаңа страх та болуы мүмкін, бірақ бір ниша таңдау керек, параллельно істеу керек. Сұрақ нишаны қалай таңдау керек па? Иә, сұрақ осы. Идеяны мысалы басу. Олар сұрақтарсың да ниша қалай таңдаймыз. Бұл не важно, там маркетплейс болады ма, немесе там басқа нәрсе SMM жасаймын. Бірінші мен по-любому бұл кісілерге даже ответімдер біртүрлі болып қалуы мүмкін. Адам нишаны таңдамасын, потому что өзін таңдасын. Өйткені мына нәрсені түсіну керек, Алла тағала бізбен кез келген проект жасай алады. Бізбен мені қолдану арқылы кез келген проект жасай алады. Бісмилля сынайды. Иә. Екінші, егер де адам шынымен бір нәрсеге шын не алатын болса, ең дұрыс вариант көшіру. Просто мысалы Дәулет мырзаға барасың, Дәулет мырза қанша тауып жатыр білген ғой. Барасың айтасың, тупо Дәулет мырза менің үйретші болды. Мен артынан қайталайын болды. Дәулет мырза біздегі мен ренжіп қалмасын аудитория, но бірақ ренжісе де бетіне айтатын адам аз ақша тапқан сайын тәкаппарлығы мынада ол бармайды, сұрамайды. Ол даже ойлашы, сен мақұл, сен ақша тұрасың ма? Ол қазір ақша жоқ дейді, мақұл. Либо когда қаратқан адам курсқа қатысатын ақшам жоқ дейді. Ол негізі өтірік. Ол потому что той жасайтын болса, бір нәрсе болса ақша тауып алады өзі ше. Ол өтірік негізі. Он дамымайтын солай ақтап беріп тұр ғой. Ладно, ол нәрсені алып тастаса да. Менің как минимум нем бар. Бір 2-3 танысым бар, бизнеспен айналысатын. Өздері білмеймін. Мен 0 ақша табатын болсам, миллион теңге тауып жүрген танысым бар. Айналысады бір тірлікпен, может бір товарсыздап. Прикинь, сол адамға баруға болады. Мен мойындап ше, мысалы сен менің кластасым болсаң, Дәулет, мен 0-мын. Мен 0-мын қазір. Прикинь, өлейін деп жатырмын. Ақша жоқ, болбай. Үйретші маған деп бармайды ғой адам, білесің ба? Бармайды. Потому что сен менің кластасым болсаң, мен сенің алдында бүйтіп тұру керекпін ғой, болмайды. Мен еще Дәулеттің жайында отырып, сенің жайында отырып. Мен ақыл сөз айтуым мүмкін. Мен алдымда 0 ақша, прикинь. Былай істесей де қой. Сен былай істесей де қойма. Баш просто. Иә, кәдімгі тәкаппарлық. Мойындау ол тоже бағана нәрсеге. Иә, сен қара. Мойындадың, қабылдадың, жауапкершілік алдың, шешім келіп тұр. Мойындай сал, мен кім болған? Мен досым бар, Мержан деген. Мен Мержан деген қазір ағылшын тілі мектептері бар. Достаточно қазір уже 7 мектебі бар ма, нормально, ақша табады, сондай. Екеуміз бірге бизнес бастағанбыз ғой. И бір уақытта қарасам, бәкең кетіп қалды мен. Кетіп қалды ғой, мен ол кезде ол, ну, где-то бір уже 5 миллионнан асып барады да. Мен мына жерде бір 3 миллионмен тұрмын да, мен тоңғалдым. Бір қараймын да мәкеңе. Сондай, өзің ақтап аласың да, нормально, мен де жетемін деген сияқты. Сосын бір уақытта мен айттым. Қуан, факт, что сен 3 минут аласың, 5 минут алады, болды. Сосын мен мәкеңе барам, мәке, не істеп жатсың деп айтсың, не істеп жатсың? Қалай істеп жатсың? Мойындадың осы. Мойындадың. Олай ал. Ол көрсетеді. Сенің задачаң андай емес, там типа тәкаппарлық емес, мойындайсың, қарайсың, болды. Солай айтып береді. А енді бүйтіп айтады ана кісілер, бүйтіп айтады қазір. Сол досыма барсам, сол туысқаныма барсам, барып сұрасам, айтпайды дейді. Ол мен ана кісілер любой сұрағын Қазір жауап беремін деп. любой айтпайды дейді. Окей. Бірақ бізде адамдарда айтады. Не үшін? Потому что адамдарда бір потребность бар. Ол потребность? Қандай потребность? Быть признанным. Быть признанным. Например, мына жердің өзінде, кәдімгі осы жерде отырған кезде, біз сол потребность жауып отыру мүмкінбіз. Как бы признанным. Ол быть любимым, быть нужным, быть признанным. То есть адам Енді эксперт ретінде мойындады. жоқ, ойнады емес, мысалы Деген сияқты. тойда ол көп көрінеді бізде, тойда. Үлкен апа аталар шақырады ғой, шақырған кезде айтады. Осындай деп анау шығады кәдімгі. Ол как бы это признанно, сол керек та ол нәрсе керек.
сен сондай адамсың, мен туысқанымсың, мен саған барамын, сен түрің осындай, тура айтпайсың, вообще айтпайсың маған. Мен барып саған, да, как бы бізде құдалықта дастархан жаяды, құдалықта дастархан жаяды, ағамның көңілін аулайды. Сөйтті сен құдалықтан қайтқан кезде сен не дейсің? Сен айтасың, мен маркетплейсім бар, есі жоқ, келді, көмектесем дейсің. Сен өзің айтасың. Потому что сен ол кезде күтті, неғылды, мақтады, бәріне не істеді. Сен уже сол кезде сен дайынсың да, отдачаны бер. Сол үшін айтамын да, сондай адамдарға көңіл ғой, кәдімгі қазақша көңіл. Отношение ғой кәдімгі. Бара салысымен, конечно, бүйтіп айтсам, там, типа, ол мен там 5-6 ай көріскен жоқсың. Вообще отношение жоқ, бара салысымен. Давай, үйретесің, үйрет. Айтпайды, боласың ба, сен менің қолданып алдың деп. Жайлап көр. Оны еще шынымен дұрыс отношение құруға тырыс. Чайға, кофеге шақыр. Және айт. Болады ғой, ешкім болмайды. Бізде андай да адамдар еще осы схеманы құдалықта қолданады. Ол схеманы. Бірақ ақшаға келген кезде мынандай ғой. Болады да. Сен бүйтеді еще сондай адамдардың әңгімесі. Ну, что там, Каспиймен айналысатсың ба? Болып жатыр ма сол вообще? Сұмба сол интернеттен жатады деген не? Болып жатыр ма вообще? Анау қабал қапты ғой. Адам осындай да болады. Бағана айтқаныңыздай ма? Мен аз табыс болған сайын тәкаппарлығы жоғары болады деп па? Солай. Аз табыс тапқан адамның тәкаппарлығы выше, мына жерде. Просто мына нәрсені біліңіз. Мен өзім көрдім. Өткенде бір не болды. Мейірбек мырза конференция жасады. Сол жерде бір жігіткен 35 жастағы бір кісі. Прикинь, заводтары бар, нелері бар. Жылына 17 миллиард па несі бар, обороты бар. Ана кісі қарапайым. Прикинь. Біздегі андай ғой біздегі. Сәл бір миллион толып қалса. Бұл. Миллион тапса мейлі, ал 0 табатын адам вообще ол. Либо бұл мынандай, қара, оларда не жоқ, андай навигатор жұмыс істемейді. Либо андай, либо сүмелек. Серединасы. Менің Алишан жаңағы сұрай алмайтыныңыз ғой адамдардан барып. Ол скорее всего обменнің мәселесі сияқты да. Обмен адамдарға яғни андай адамдар всегда біреуді қолданып қалғысы келіп тұрады да, аз беріп көп алғысы келеді да. Жалпы обмен деген темада үш түрлі несін көрсетеді. Криминальный обмен бар, сен аз бересің, бірақ көп алғың келеді. Всегда там 1000 теңге беріп, 10 000 теңге зақымдап қалғың келеді. Пайдаланып қалғың келеді біреуді. Жоқ, пайдалана берсін. Мен пайдаланып тұрсам мейлі, бірақ адам мойындаса сен көмектесесің. Сен дұрыс. Мысалы менің класстасым бүйтіп келеді да, либо мен саған барамын, мен сенің туысқаның ба, танысың ба бүйтіп. Мен айтсам, менде жоқ ондай ақша. Немесе мен қазір неймін. Мен сенің төмен екенімді мойындап, кәдімгі өзім мойындап барсам, сен айтасың ғой, мақұл, көмектесейін деп айтасың ғой. Жатпайсың ғой. Сен мен қолданып қалайын деп тұрса деп. Ол адамның өзінің басындағы картинкасы ол. Басындағы. Короче, былай қысқарта келе, ол адамға барып сұраудан ұялмау керек. Мойындап, жауапкершілік алып сұрап, қалай деп. Ең лучший жолы бірақ. Ең лучший жолы. Достар, мен қазір бір нәрсені айтамын, бірақ ол маларға қатысы жоқ. Мен қазір любой не бар ғой? Ақпараттар бар ғой, интернеттегі нелердің бәрі, білмеймін, там бір видеолар бар, нелері бар. Мен оларды тыңдауды қойдым. Түсіндім, то, что мен бесплатно алған сайын, бұның ешқандай пайдасы жоқ, бұл просто мусор сияқты қиыла береді менде. Мен қазір айына, Нұрлан мырза, 1 100 000 теңге, 1 200 000 теңге тек қана консультацияға ортам. И каждый ай сайын барам оған, каждый ай сайын барам. И мен түсіндім, бір уақытта ойлауым мүмкін, там типа қымбат төлеп жатырмыз деп. Но мен төлеген кезде ол энергия болып маған келеді екен. Сол кезде мен түсінемін да, сол кезде мен дамимын да. И қара, адам маған ойлайды қазір мен бесплатно аламын, немесе бесплатно неден оқып аламын деп. Но бұл мидың ловушкасы, бұл просто алдап жатырмын деп ойлайды. И бұлар негізі бесплатно емес, болған төлейді. Өзінің вниманиясымен, өзінің керейлігімен, өзінің ақша таппағанымен, өзінің жалғаулығымен, өзінің несімен, ол өзінің денсаулығымен бәрімен төлейді. Не обязательно ақшамен төлейді. Қара, ең арзаны, ең простой бұл ақша бересің. Мощно ғой? Білеш? Ол қызық, олар айтады қазір, айтым мүмкін там деп, ол кісілерді түсінемін. Ақша жоқ.
бірақ бағанағы көршісі бар дегендей ма таныс деген бизнес осы бері жүрген. Ең арзаны достар, біз былай ойлаймыз да, біз любой затқа тез жеткіміз келеді. Тез жеткіміз келеді. Срочно жеткіміз келеді. Бірақ мынау тез жету деген нәрсе, біз тез жеткіміз келгеннен кей кезде біз ұзатып аламыз. Мысалы, қазір мен сенемін да аудиторияға бір андай қазір реклама шықса, не үшін мошенничество бізде Қазақстанда дамыған, не үшін пирамидалар дамыған, потому что адамдар сказкаға сенеді да, реальностьқа сенбейді, адам сказкаға сенеді. Ол айтады, там, кел, мына жерде таблетка бар, ішесің, бүкіл проблема шешіп береді десе, адам ақша төлейді. То есть, бұл тез шешкісі келіп тұр ғой. Итого ол шешілмейді, бұл ұзалып кетеді да. Бірақ адамға айтсаң, сен дәулет, мысалы, маған коучингке кел, саған бір нәрсе кел, кел 6 ай жұмыс істейміз, 1 жыл жұмыс істейміз, кел десең, бұл адамға ұзақ бірақ. Прикинь, ұзақ. Бірақ бұның 30 жыл бойы қуып жүргенде шаруасы жоқ. Мына 1 жыл, 30 жылдың жәнінде бұл тез ол негізі. Намного уже. Түсінтірсіз бе? Дәл өзі. Экономия, уақыт, нерв. И ақша төлей тұра ол ақша экономдап жатыр еще негізі былай қарасаң. Болашақта Жоқ, ақша төлеу арқылы, жаңағы, енді қара, бесплатно қарап жатыр, не қылып жатыр, бұл адам тез жетемін деген ойымен, иногда вот тез ұзақ жетуі мүмкін да. А сен, мысалы, мен қазір өзім бір үйреніп жүрген нәрсем бір болмаса, бұл постоянство. Постоянство дейді, то есть системностьқа кетеді да. Мен тұрақтылық немесе бір нәрсені до конца апара алу немді дамытып жүрмін. Мен қазір бір курсқа қатысып жатырмын. 1 жыл. Ұзақтығы 1 жыл. Еще апта сайын там сөйлесеміз, ай сайын біз шетелге барып кездесіп отырамыз. Мен ертең как раз ұшып баратырмын. Сол жерде қазір 10-шы ай, прикиньте. 10-шы ай. Мен өмірімде бірінші рет мұндай зат. Бізде адамдар оңай емес. 1 айлық, 2 айлық курсқа 3-ші 4 сағатта жоқ болды уже. Потому что оның басында тез жету деген не бар еді, тез жету деген нәрсе бар еді. Қазір келесі айда уже 11-ші ай болады, 12-ші ай бітеді. И мен бітіргенге отырады, и мен андай не қалдым да, қалдым да өзіме сыртта. Қазір мен денем бойынша солай тренер. Мен еще кәдімгі қазір өзім барып жүрген психотерапевтім. Тоже мен қазір мен айтқан жоқпын. 3 жыл болды, где-то әлі жұмыс істеп жатыр. И сен осындай постоянство кезінде сен ойлайсың ғой ұзақ деп. Бұл ұзақ емес негізі. Бұл наоборот тез жетудің жолы. Түсініп алды ма? Адамдар сол үшін мынандай не қылса, жаңағы бизнеске, жаңағы неше атандаймын деген уақытта бұлар в основном бірінші жаңағы тез аяқысы келеді, бірақ кішкене дайын болу керек. Осы жерде как раз мындай сұрақ бар да. Мысалы адамдар бар ғой, жаңа айттыңыз ғой, платный болу керек деп ше, сатып алу керек. Бірақ андай адамдар бар да, реально нормальный ақшаға сатып алады, бірақ жаңа тастап кетеді ше. Вот сізге не әсер етті, мысалы тоже нормальный ақшаға сатып алыңыз, скорее всего 12 ай болатын болса, тем более шетелде болады, тем более сіз баратын ақшаңызды өзіңіз төлеп жатсыз, мысалы шетелге барып. Вот нормальный ақша, и не үшін до конца алып барыңыз, не әсер етті? Как раз таки мен осы нені өзім немеде енгіздім. Коучингқа өзім бағдарламаларыма бұл командное действие. И мен адамдарды бір-біріне байлаймын. Қара, сендерге де лайфхак. Бізде адамдар көбінесе курсқа бір нәрсе қатысқан кезде маскамен қатысады. Дұрыс қой, отырып алады да, білмейтінін мойындамай тұрады. Сұрақ аудитория бойынша сұрақ қоймайды, жеке сұрақ алады. Либо главное да, грубо айтайын, мен бір адам келеді да, на самом деле миллион тауып отқан жоқ, бірақ миллион табамын деп айтады. Сосын өтірікпен барды, өтірікпен кірді. И бұл біледі өтіріктің рано или поздно шешілетінін біледі. Сосын не істейді, 3-4 сағатта өзін жоқ өтеді бұл. Потому что быть признанным болғысы келеді сол жерде. Дәулет, сен шыншыл адам шығарсың, бірақ мен өзім ең бірінші қатысқан курсымда, ең бірінші где-то бір студент кезінде қатыстым да, бірнәрсе болып өңкей орыстарды арасына түстім. Сөйтіп отырмын, кәдімгі чорт сияқты да, менде ақша жоқ, короче, вообще ақша жоқ менде. Ешнәрсе жоқ. Ана жерде, бұл менің чувством ғой негізі, бірақ ана жерде бір орыс тұрады да, айтады, мен там осы аптада миллион бір нәрсе жасадым, мынау тұрады да, жүйшін, қылмаймын да, вообще мен либо какой-то там дефектный, что ли, бір қанша даже стоит? 0? Жоқ, вообще ақша. Сосын мен тұрамын да, ана 0 теңге
табатынды айтпау үшін мен ана жаққа бардым бір нәрсемен сөйтсем қазір қарасам сыртында бұл ақталу да просто и мен тек қабылдаңдаршы сен. Сол үшін мен курс барысында ана жерден ана нәрсені түсіндім. Адамға оценка беру жоқ, вообще оценка беру жоқ, осуждать вообще бізде қабылданбайды. И біз мысалы бір адам біздің қазір неде өзіміздің кәдімгі неміз бар, тобымыз бар, десятка, то есть менің баддиім бар, бадди деген мені напарнигім бір-бірімізді алатын. Бізде біреу квартира атады, біреу машина атады, бізге пофиг. Біз қарамаймыз, ой, маған сен квартира алыпсың ғой деп, сен машина алыпсың ғой деп. Біз қарамаймыз сөйтіп. Мен жәнде мысалы 7 миллиард рубль қанша ол қазақ не 49 десек болады, 48 миллиард. заводы бар адам бар да менде жәнде. Біз кәдімгі Америка андай салам алейкум болды. Салам алейкум болды. И мен оған бүйтпеймін да там. Бізде адамдардың барлығы из-за того, что андай өзін дұрыс ұстай алмағандықтан осындай отношение болып қалады. Сонда менің ұзақ шабуылыма әсер еткен бұл ортаға түскен кезде оларды осуждать етпейді, бағаламайды. Сосын маска жоқ. Маска жоқ болған кезде не болады? Мысалы шынайылық болады. Шынайылық болған кезде сен проблемаңды айтасың, мен екеуміздің бір-бірімізге байланамыз душа ретінде. Не үшін адам саяхаттаған кезде ұзақ жолдарда бір-біріне жабысып қалады? Потому что там душевный разговор, понимаешь, душевно бір-біріне байланады. И бұл форматта мен де алып келдім. И қазір бір жыл бітіріп кеткен адамдар до сих пор бір-бірімен араласып жүре береді да. Потому что ол өмірінде айта алмаған, өмірінде ата-анасына, бауырларына айта алмаған нәрсесін немесе шеше алмаған затын осы пространствода шешеді. И оған ол орта роднойдың роднойы болады. Сосын ол жерде оны түсінеді, оны осуждать етпейді, еще қолдайды прикинь. Бізде қолдайды ғана жоқ қой. Бизнес бастайын деп отырсаң, ата-анасы айтады, зачем банкрот боласың? Жұмыс істеп бар. Сосын сен енді барып курс алайын деп отырсаң, дос айтады деп қуасың ба? Өзім алып өтемін дейді. Вот как бы жоқ та поддержка. Бұл біріншісі жаңағы, екіншісі командный ғой. Мен бірінші айда сливаться еткім келмейді бақшы. Аяқта ма? Иә, мынандай болды жағдай. Төледік бәрін, ақша төлеп, несі бар, периоды бар, несі бар бәрін, где-то бір 5 миллион теңге не алып төледі. Апта сайын созвон деді. Онлайн, онлайн. Созвон проблема жоқ. Сол қанша салсын бір нәрсе салсын. Сол өтіп қатқан сияқты сабаққа сөйтіп қатыса салды. Бір ай сайын офлайн кездесу, бірінші кездесу Москвада болады дейді. Жүре берді, ладно. Соны не келеді? Бади? Жоқ, Москвадағы кездесудің уақыты келеді. Где-то бір 4 күн қалды. Мен группаға жазамын ба? Мен бармаймын деп. Кәдімгі по-английски, либо по-английски, да. Сылтау айтып тұрмын еще. Мынандай жағдай болып тұр. Жоқ, в общем, барғым келмейді. Еще сылтау нападение ғой, телефон қызғаныс көріш. Бірақ оның алдында билет қарағасын, туда-обратно жатуыңмен бір жарым минут деген. Когда бүйтіп қараймын, мен реті келмей тұрған сияқты. Мәселе да ақшында емес, негізі ше. Андай да, ақтап алғым келеді да өзімді. Бір жарым минут төлегенше былай істесем былай болады. Келеді ғой, келеді. Сосын айттым бәріне, бармаймын дедім. Біздің топта 12 адам. И ол жердегі система былай құрылған. 12 адамнан ешқайсысы шығып кетпеу керек. Шығып кетсе не болады? Шығып кетсе болмайды. Структура не қылады. Құлин. Құлан мырза, бұл қандай курс? Қандай неден қатайдым. Сөйтіп, кейбе бармаймын дедім. Сөйтіп, өмірі залап сөйді бірген. Сен куратор не звондамайды ғой, дұрыс па? Мектепте курста куратор звондамайды ғой. Біреу звондайды да. Бір қызды звондай ма деген сұрақ қойшы. Звондай ма деген сұрақ қойшы. Бір қыз звондайды деп бешет, мен медсестрамын ғой. Мен 3 жыл бойы ақша жинадым осы курста. Сен қазір құртайын деп жатсың деп бірген. Сен шығып кетсең қазір мынау система құриды деп бірген. Сіз сияқты оқып жатқан адам сөз. Мен жаңағы десяткам. Бізде бірақ 12 адамбыз. Мен ананы тұрамын да, қумашсың ғой. Мен психологқа барған адам жәрді болып тұрма деп ойладым. Кетші сенің медсестра болып жүргеніне 3 ай ақша жинағаныңне маған, если честно, по барабану. Неге солай түседі? Неге солай түседі? Бір татарин досым бар. Бізет маған. Құлан, давай, мен түсінемін сен. Давай, бір рет кеш қайсап, сосын барып айтасың десіп маған. Бір рет кеш. Сен ана жерде
бірінші рет күшті разговорлар жасадым ғой, не істедім ғой. Мен ладно ойлағанмын. Тағы біреу звондайды. Былай да былай не болып жатыр? Біреу звондайды, там мынандай ласково. Қыздың енді орысша ласково, ну, блин, типа, ну, жаль, ну, нам хотелось бы там, чтобы мы были до конца, там, ойланып тұрсың. Сосын жайлап, билетті алып бардым. Прям 11 звондадың да? Прям 11 звондадың ба? 11 звондады. И біздегі не? Структура, ол басқа десертлар ондай емес екен. Біздің десертлар солай қалыптасты. Қазір біз 11-12 адамбыз. Қазір уже 10-шы ай. Қазір неде қалада боламыз. Уфа деген қалада боламыз. Загороддан бір доңды бір комплекс аламыз да. Бір күн бойы бәріміз бір-бірімізді разбирать етеміз. Есть регламент. Осындай. Вообще формат ше. Арамызда 3 адам болған, 0 ақша табады. Вообще 0 ақша табады. Үшеуі де бизнес бастады, и қазір 200 мың рубльдан ақша табады. Ойлашы. Медсестра бастап кеттің ба? Медсестра бастап кеттің ба? Медсестра тағамда жүр. Жұмысқа шығып кеп. Тағамда жүр. Үйде онлайн бір жұмыс не жасайды кәдімгі. Мектеп ғой, короче. Москвада шаршап кеттім. Суық дейді. Буду зимовать в Таиланде, кетіп қаламын. Кетіп қалады. Сонда мынау команданың біріне берген әсері, и осы жерде бір пространство қалыптасады да, сол жерде сен бір-біріңді жібермейтіндей қолдап, біз до конца барамыз. Сонда айына бір осылай офлайн кездесу ма, или сезон ба? Офлайн кездесу. Офлайн кездесу. Сөйтіп Россияға барып тұрсыз, Россия. Россияға бардым, Россияның мен қанша қаласында болдым қазір. Өте қызық формат екен. Мен осыны жасай деп жатырмын қазір. Қазақстаннан барлығы не алатын болса. Өйткені, если честно, қазір кейбір курстың форматы ескірді. Адам бүйтіп қарап отырған. Видеоурок, куратор. Адам, жаңа айттым ғой, мышлениесі өзгереді. Мышлениесі тек қана адамның өзгерісі, достар, адамның өзгерісі всегда взаимодействиеде болады. То есть қарым-қатынас кезінде болады өзгерісі. Трансформация через природу дейді. Талды құшақтап тұратын бір адамдар көргенсің ба? Күннен энергия, жерден энергия алады. Пока біз ондай не умейміз. Ол нәрсе біздің деңгейде жатып келетін шығар, может. Екінші біздің қазір трансформация жасау бұл адамдар арқылы. Значит, біз сондай ортаға кіру керекпіз да? Ортаға кіресің, все, бітті білмейсің. Уже там. Маған сізден тағы сұрағым келетін нәрсе, әңгіменің соңында отношение туралы сұрағым келеді. Отношение ол именно ата-анамен бар, там әйелмен бар да. Көп адамдар ата-анамен травма, обида бірдеңе деген темалармен жүр ғой. И сол нәрсе туралы вообще коуч ретінде сізге келе ма? Мысалы ондай келетін шығар, скорее всего айтатын шығар. Андайлардың мысалы сондай психологтардың сөздерін естіп алып, там әкеме травмам бар, из-за этого ақша таппай жатырмын деген сияқты әңгіме айтып келуі мүмкін. Қарашы, мен бұл вопросқа бір реттілікпен жауап бере алмаймын, бірақ бір нәрсе айтайыншы. Бағана айттым ғой, өзгеріс тек қана қарым-қатынаста болады деп. Адаммен қарым-қатынас. Қарым-қатынаста болады. Сөйлесіп, бәрін жасады. Природамен, адаммен қарым-қатынаста. И мына жерде отношение туралы сұрақта адамдардың көбісі қазір ақша жоқ болса әке-шешеңді неғыл керек, қазу керек деп. Бұл сұраққа мен екі түрлі вариантпен жауап бере аламын. Біреу айтады, әке-шешең қатысы жоқ дейді. Оныкі де дұрыс. Біреу айтады, әке-шешең қатысы бар дейді. И оныкі де дұрыс. Мен екі ситуацияны айтып беремін. Например, есть какой-то человек, инфантильный, әлі өспеген, дамымаған. Ол үйде жатады да. Мен әке-шешеме обидам бар, короче, болды. Оның әке-шешең қатысы жоқ. Мен просто прикрываюсь родителями. Бағана мойындамау ғой. Ата-анаммен ақталып тұрмын. Енді мынандай нәрсе бар. Екінші ситуация бар. Бір адам ештеңе үндей алмайды, өзінің айтқанын жасай алмайды. Как раз таки бұл адам кішкентай кезінде көп подавлять еткен. Әке шешесі, папасын, мен сұрақ қоймын еще, осындай кезде мен қоятын сұрағым бар. Папаң не жұмыс істейді десем? Жоқ, қарапайым жұмысшы дейді. Ойлашы, қарашы, әкесінің авторитет, герой көрмеген бала өзі інжік болады осындай. Өзі момын, өзі нерешительный, өзі неуверенный.
бұл чувстволар ақша таппауға кесірін тигізеді да. То есть мен сізге айттым, дұрыс түсіндіріп айттым ғой. Ол әкесін жалпы қарапайым жұмыс мойындап тұрған жоқ. Иә, мойындап тұрған жоқ. Ол оқытып өсірді, бәрін істеген мысалы. Да. Енді қара, окей, мойындамады, әке-шешесін қабылдамады. Ақша таба ала ма? Табылады. Табылады. Бірақ үлкен ақша емес. Потому что бұның табатын ақшасының бәрі не болады? Жаңағы жігіттің ше, через силу болады. Оңай болмайды. Енді, то есть, мынандай деп айтуға болмайды да. Қатысы бар, қатысы жоқ деп. Кесіп айтуға болмайды ғой. Кесіп айтуға болмайды. Ситуация әртүрлі. Оны мен былай деп айта алмаймын. Мысалы, мен ана нәрсені дұрыс емес деп ойлаймын. Там типа қатысы жоқ, қатысы бар. Қатысы жоқ, қатысы бар деп айтқан біртүрлі. Әркімде әртүрлі. Мысалы, мен разговор жасаймын. Разговор жасаған уақытта менің басымда бір картинка бар, например, да. Либо шаблон бар дейікші. Мен сол шаблонды елге тыға беретін болсам, мысалы, кейбір психологтар айта береді там, типа, мен енді психолог емеспін ғой, бірақ менің задачам адамды ақша табуға апару да. И сен адамға оны ақша табу үшін, сен сепарация ата-анаңды проработка жасай берсек, бұл өтірік болады. Да, иногда нужно, иногда бұны жасау керек, бірақ иногда қатысы жоқ кездерде болады. Бірақ бұл ең главный проблема деп айтуға болады ма? Қалай? Осы ақшадан. Жоқ, ең главный проблема мынау. Қараңыздар достар. Ол жерде ата-ананың қатысы жоқ. И отношения, ол бөлінбейді. Адам былай ойлайды да. Мен өзіме отношения бөлек. Типа, я люблю себя. Любовь к себе. Айтатын сөздер бар. Я себе покупаю там дорогие люксовые вещи. Мен өзім жақсы көремін. Болды. Бірақ ол адам жайындегі тұрған адамға токсично относиться ететін болса, мысалы, дұрыс емес, сыйламай относиться ететін болса, значит, бұның өзіне деген отношениесі сондай. Любовь к себе деген нәрсе ол сен өзіңе қатты күшті заттарды алып өзіңді сыйлауың емес. Бұл любовь к себенің маркері. Бұл мен саған қалай относиться еттім. То есть мен өзімде солай жасаймын деген сөз ғой. Соответственно, вообще отношения деген не ол? Ең бірінші, давайте былай айтайық. Отношения с собой. Мен өзіммен отношениям, өзіммен қарым-қатынасым қалай? Өзіммен. Кезінде мектепте өзін-өзі тану деген сабақ болушы еді. Ең керемет сабақтардың бірі, бірақ оқымағанбыз ғой. Өлең айтып отырды. Ал бұл жерде өзі тану, өзімен қарым-қатынас жасау деген сөзде адам Құдаймен отношениесі бірінші орында тұрады тағы да. Содан кейін басқалармен отношения деген сөзім, бұның ішінде әйелім бар, партнерлер бар, мамам бар, достарым бар, бәрі да. Үшінші, бұл отношения с миром. Как бы айналаммен, кәдімгі әлемде ашылуым деп айтайықшы, проявляться етуім дейік. Қазір мысалы біз подкаст жасап отқан уақытта мы как бы проявляемся. Енді адам ойлайды, то, что мен мына жердегі отношениям, Құдаймен отношениям, Құдайдың алдына барып бүйтіп қалды. Ну так, типа... Отношениям нормально болады деп. Отношениям нормально болсын деп бүйтіп қалсаң. И бірақ басқа адамның өзіңнен төмен адам көрген кезде оны еще подавлять етіп өзің жоғары санайтын болсаң, сенде отношенияда проблема бар. И как раз таки мен былай айтайын сіздерге. Менің проблемам ол емес. Менің проблемам мен өзімнен жоғары адам көрген кезде естеймін. Обычно адамдар өзі ақтап бастайды. Не үшін олар либо салыстырғанда самооценкам түсіп қалады. Сөйтіп барамда братан деп бүйтіп алдында жүгіріп кетемін, например. Ал екінші, мен өзімнен төмен адам көрген кезде не болады? Оның алдында өзімді күшті сезініп кетемін. Соответственно, мен горизонтальный отношения жасай алмаймын ешкіммен. То есть, қанша ақша тапсын, қанша ақша таппасын жасай алмаймын. Сол үшін мен адамға разговор жасаған кезде отношениесіне қарайтын сондықтан. Былай айтайықшы қазір. Осы мысльді айта салайын, но бітіремін сосын. Отношения не үшін маңызды деген сұраққа. Отношения не үшін қараймын? Бір жігіт бар. Деген қызға баруға ұялады, таныса алмайды, короче.
и бұл жігітті қарасаң бұл бизнесте бастай алмайды. То есть отношениесі бір болып тұр да. Қарап тұрсаңшы. Сол үшін менің нем маңызды. Любой нәрсеге отношение бірдей боласың ба? Иә. Анда бөлінбейді. Менің отношением мынамен бөлек деп. Менің ішімде паттерн бар, поведение. Мен соны барлық жерде просто көрсетемін. Түсіндіре алдым ба? Бір жағынан кейбір достарым бар. Қыздарға тема таныса береді, барады да, басқа столетте тұрса, бизнес дейсің, қорқады, ақша деген бетіп қалады. Риск қой деп. Енді бұны қарау керек, но по-любому бізде паттерн поведения бар, соны біз барлық жерде көрсетеміз. Ақшамен де, адаммен де, басқамен, барлық жерде сондай қарым-қатынас жасаймыз. Отношения. Пайдалы болып деп ойлаймын адамдарға. Айтатын қандай соңғы ойлар? Сіз соңдап түйген резюме жасап. Давайте сізден бастайық. Маған қоламырды мен сіз уже бұрыннан қараймын. Инстаграмнан да уже Шомбай проектін жасаған кездеріңізде де. И бұл жерде мысалы таныстарым, мысалы бақ курсына мен выступать еттім барымша. Сол жерде мысалы жалпы курс істейтін болсақ, адам жалпы курс өтті, результатқа жетеді, жетпейтіндер бар. Сізге там коучқа барған кездері там көріп тұрмын, танысым мысалы оқыды, Айкенді айтатын да, жақсы результат істеді. И сол кезде түсіндім, инструмент, былай қарасаң, жалпы бір сол таргет, так далее, значит бұл жерде кілті мышление жағынан деп. Осы разбор дұрыс деген сияқты. Строительде емес, архитекторда болып тұр ғой. План бәрі жасау керек. Сол үшін бүгін мен кездесуде осы сұрақтарым қойдым, осы мышление жағынан. Маған айтқан заттарыңыз бәрі колебания, эмоциональное состояние, бәрі пайдалы болып деп ойлаймын. Жеке өзім мысалы пайдалы болып. Ол именно колеядан шығып, со стороны қарау керексің, сен қай жақтасың, қай жаққа бара жатырсың деген. И анау тегін келген затты адам мойындамайды пайдалы екеніне. Вот сол күшті болып. Сен бересің, соответственно, будешь требовать дегенде бағанағыдай. Әр нәрсе бағасы бар ғой, тегіндегі нәрсе жоқ. Біз по-любому төлейміз. По-любому төлейміз, шын айтасыз. Мен давай бір немен заключение бітіре салайын. Или сізде бағым айтады? Айтамыз. Мен ведущий болып кеттім ғой. Алпай жыл. Мен осы неге қарап отқан көрермендерге тілегім бар да, сонымен бітіріп. Мен адамдарға қандай жалпы өзімізге де бір осознанность тілеймін да. Осознанность деген жаңағы мышление керек, осознанностьқа бару үшін значит мына нәрсе керек та бізге. Мен өзгерте алмайтын нәрселерге сабыр, исламда айтады бізге, өзгерте алмайтын нәрселерге сабыр етемін деген сол нәрсе. Өзгерте алатын нәрселерге мен өзгерте алатын нәрселерге маған не керек? Әрекет, дисциплина. Өзгерте алатын, мен өзгерте алмайтын нәрселерге уже мен көнемін, оған төзім керек. Өзгерте алатын нәрселерге маған осознанность керек, түсіну керек. Енді осы екеуін ажырататын мудрость. То есть осыны ажырата алатын сондай бір мудрость тілеймін. Сондықтан өздеріңізге дамуды тоқтатпай, өздеріңізге инвестиция салуды, ақша салуды ешқашан тоқтатпаңыздар. Сол. Рахмет, негізі шынымен пайдалы болды, біраз нәрсе түсіндік. Мен өзім сізбен бұрыннан жұмыс істегеннен кейін тренер ретінде жақсы білемін, потому что өзіңізде арман бар да, бұл не футболный команда алып, соны с нуля шығарғыңыз келеді, немесе қандай да бір адамды алып, и соны андай звезда алып шығарғыңыз келеді да, и сіз просто ол предназначениеңізде ойлаймын да, өзіңіздің сондай бір адамдарды алып, мен автор болып, оларға әсер ету, көмектесу деген нәрсе. И сол үшін қолдап келгеніңізге рахмет. И біраз нәрселер айтылды деп ойлаймын, потому что мен өзіме қызық тақырыптарды сұрадым. Айналамдағы адамдарда байқап жүрген нәрселер болды да, именно осы Құламырза осы нәрсенің бір жауабын айтып бере алды, ол кісілерге деген секілді. Сондықтан бұл подкаст мен өзімнің таныстарыма арналған көбінесе, чтобы олар көретіндей, оларға бір пайдасы болатындай. Жалпы қоғамда жатқан проблемалардың көбісінің решениесі айтылды деп ойлаймын. Сондықтан көріңіздер, осы жерге дейін көргендер болса рахмет көп. Біздің алғашқы выпуск, қолдап келгеніңізге рахмет. Төменге каналға жазылып, лайк басып қойыңыздар. Осыны деп айтады негізі. Глубокие заттарды айтылды и прям ниша таңдауға деп айтылды десе де болады. Құламырза өте тактильный адам екенсің. Жақсы.